Петропавл қаласында жақсылық жаса қайырымдылық акциясы өтті. Жастар сарайында қала тұрғындары өздеріне ұнаған жергілікті шеберлер қолдарынан шыққан бұйымдарды сатып алды. Әрбір жиналған қаражат мұқтаж жандарға беріледі деп көзделді. Елена Калмыкова бұл іспен көп жылдар бойы айналысып келеді. Оның айтуынша, әр адам күн сайын жақсылық жасап тұруы тиіс. Благотворительная акция. Бұл іспен шұғылданғанды жаным сүйеді. Достарыма, туыстарыма осындай бұйымдарды қолдан жасап бергенге не жетсін. Бар сүйіспеншілігімді, ынта-жігерімді салып жасаймын. Мені бүгінгі осы шараға шақырған ұйымдастырушыларға ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар акция барысында балаларға арналған ойындар да өтті. Қоғамда келісім төрайымы Әсемгүл Есқожаның сөзінше, бұл бағдарламаның барлығы қалалық шығармашылық ұжымдардың арқасында өткізіліп жатыр. Мұндай қайырымдылық іс-шараларда Қазақстан Халқы Ассамблеясынан алатын орын ерекше екендігін атап өтті. Мұндай акциялар барлық Қазақстан өңірлерінде өткізіліп жатыр. Бұл акциямен көмекке зәру жандарға қол ұшымызды бергіміз келеді. Жыл бойы бірнеше іс-шаралар өткіздік. Бүгін жақсылық жаса акциясын ұйымдастырдық. Жиналған қаражат 2 баланың еміне жұмсалатын болады. Артур Мельник көмекке зәру жандардың бірі. Қазіргі таңда ол 7 жаста. Ол бұлшық ет дистрофиясы ауруына шалдыққан. Әрдайым қымбат дәрі-дәрмектермен ем қабылдайды. Мектепте 1-ші сыныпта оқитын Артур қазір үйде білім алуға мәжбүр. Мы обратились в телемарафон. Артурдың жағдайымен шын жүректен телемарафонына хабарласқан болатынбыз. Қазіргі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясына үлкен алғысымды білдіремін. Бізге көмектесіп тұрады. Дәрі-дәрмектерді алып береді. Жағдайым болмағандықтан ол қымбат дәрілерді ала алмаймын. Бүгінгі акцияны ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Шығармашылық іс-шараны Тәуелсіз Қазақстан ақпараттық насихаттық жобаның өкілдері де тамашалады. Олар акция барысында жиналған қаражатты көмекке зәру ата-аналарға таратты. Сонымен қатар көрермендер назарына қалалық шығармашылық ұжымдарының үздік концерттік нөмірлері ұсынылды.